Biz Jokin koyuyoruz. GPC 9 ұпай, бір ойыны қалған. 8 ұпаймен итса ма? Атычы. 5 ұпай екен ғой да? Еще бірақ ойыны қалған да? Кегоктағы шанс бар ма? Кегок 4 ұпай, онда да бір ойыны қалған. 2 ойыны қалған. Оқу жүйек кешансы бар тұтын. Айтып отырмын. Нөмір бар ма? 171 187 27 27. Лариса Долина. Микрофон бересіз. София Радаровна атын қойып береді саған. Лариса Долина ұнамайды ма? Бірақ сесіледі, жезілмейтін түйін жоқ. Жезіледі ғой, нешік мен примерно неше бастаймын? Жетші. Воскресенье ма? Нешеде бастаймын? 9-да. Аралас бастама, біз нешкі примерно бастаймын. Көремізсің, қалай болатын плей-оффта. 8 ойын ғой? 9 аусын нешеде, новый зал. Ассалаумалейкум, құрметті футбол сүйер қауым, біздің жанкүйерлеріміз қадірменді. Сіздермен бірге Энерголига 2025 турнирі Спартакиада коммуналдық мекемелердің арасында өтіп жатырған, 7 команданың арасында өтіп жатырған Спартакиада спорттың 8 түрінен өтуде. Дәл қазір футбол матчтарындамыз, нақтырақ айтсақ футзал матчтарындамыз. Бүгінгі күннің соңғы ойыны алғашқы ойыны, кешірім сұраймыз. Алаңда Кегок және Ақтөбе ТЭЦ командалары. Ақтөбе ТЭЦ қызыл түсті жейдемен алаңға шықты, ал Кегок ақ түсті жейдемен ойнауда. Матчтың алғашқы минуты әзірше есеп ашылған жоқ. Командалардың құрамымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Ақтөбе ТЭЦ нөмір 7 Алданазаров Жанболат, нөмір 6 Әмірханов Абзал, нөмір 5 Қорқытов Нұрдәулет, нөмір 10 Төреғалиев Анас, нөмір 8 Досжан Бахитов, нөмір 3 Жоламан Айтжанов, нөмір 2 Сергей Лисенков, нөмір 4 Фархат Имамов, нөмір 9 Оңғар Дәулетбек, нөмір 12 Асташев, есімі жазылмаған екен, және нөмір 1 қақпашы Әліби Үзмұратов. Кегоктың құрамы нөмір 3 команда капитаны ардагер ойыншысы Үмбетбаев Қайрат, нөмір 10 Реш Мәди, нөмір 22 Азамат Байдәулетов, нөмір 8
Рустам Дүйсенов. Және матчтың есебі ашылды. Кигок командасы матчтың есебін ашты. Гол авторы Ержан міне дегенше Кигок командасы матчтың есебін ашып кетті. Сіздер білесіздер, волейболдан Спартакиаданың чемпиондары Кигок командасы болған болатын. Бірде-бір қарсыласына бірде-бір партия бермей, сет бермей, барлығын 2-0 есебімен жеңіп шықты. Сол волейбол құрамындағы Кигоктың негізгі ойыншысы Ержанов Абзал бүгінгі футбол матчында да матчтың алғашқы голын соғып отыр. Ержанов Абзал жалпы осы Спартакиададағы Кигоктың жалпы командалық есепте де қандай да бір нәтижеге жетсе, осы Ержанов Абзалдың қосқан үлесі зор болатыны сөзсіз. Жіберілген голдан кейін ТЭЦ командасы шабуылдарын күшейтті. Сергей Лисенков ауттан допты бастамақ. Анаспен ойнат. Анас бер жағында 6-шы нөмірдегі Әмірханов Абзалды көрді. Байдәулетов ауттан бастады. Дүйсенов Рустам. Анас Лисенков пен бірге Жанболат бір-бірін түсінбей қалды. Кім ойнап жатыр деген сұрақтар келіпті. Алаңдағы қос команда Ақтөбе ТЭЦ және Кигок командалары. Ақтөбе ТЭЦ қызыл түсті жейдеде, ал Кигок сәйкесінше ақ жейдемен ойнауда. Дәл қазір доппен қызыл сойқандар Ақтөбе ТЭЦ. Анас сол қапталда. Лисенков. Азамат Байдәулетовтың қолына тиген екен. Анас қақпаға қарай допты лақтырды. Лисенков жетпей қалды. Доппен Тамерлан. Сапарғалиев. Асырған пасы ешкімге жетпеді. Ізмұратов Әліби допты ойынға қосты. Фархат Имамов. Лисенков. Және Азамат Байдәулетов одан доп тартып алды. 2-1 шабуыл. Керемет мүмкіндікті соғалмады. Пас жеткізу керек еді Рустамға. Рустам доппен әлде Кигок. Бұл соққысы Дүйсеновтың кімге екені белгісіз. Фархат Имамов. Анастың аяғынан жай ғана тебе қойған Азамат Байдәулетов. Анас сарғағаз көрсетуін сұрап жатыр. Алайда төреші үнсіз, қалтасына қолын салатын түрі жоқ. Ондай қатты денсаулығына жақын келетіндей қатты соққы жасамаған. Тактикалық фол десек те болады. Бірақ қақпаға соққы жасайтын тұс Айбалаңының қасы. Сондықтан шабуылдың маңыздылығында түсініп сарғағаз беруге де болады бір жағынан. Бұл шешімді төрешінің
өзіне қалдырайық. Және Лисенков соққысы қиыс кетті. Қайтадан Ақтөбе ТЭЦ. Доп Кегокта. Жалпы осы спартакиадада футзалдан небары 4 ойын қалды. Соның бірі осы ойын. Осыдан кейін бүгін энергосистема мен Ақтөбе су ойнайтын болады. Бүгінге жоспарланған 2 ғана матч. Онан соң сәрсенбі күні, яғни 3 желтоқсан күні Кегок пен Ақтөбе су және энергосистема мен GPC арасындағы матч өтетін болады. Және сол күні, сол матчтан кейін дәл осы алаңда арқан тартыстан сайыстар өтетін болады. Анас Төреғалиев 3-2 шабуыл. Және Ақтөбе ТЭЦ гол соқты. Ақтөбе ТЭЦ есеп теңестірді. Гол авторы Анас Төреғалиев. Есеп 1-1. Анас Төреғалиев есеп теңестіріп кетті. 3-2 шабуылды өте сәтті пайдаланды. Ақтөбе ТЭЦ Сергей Лисенковпен пас алмасқан. Анас өзі Лисенковқа пас беріп, қайта пас күтіп алып, өзі түйіндеді. Лисенков өзінің қоржынына бір ассист жасса, Анас қоржының бір голмен майлады. Енді Кегоктың жауабы қандай болар екен? Кішігірім паника басталған сияқты Кегоктың қосынында. Ал Ақтөбе ТЭЦ болса жайлап сенімділік алған сияқты. Ақтөбе ТЭЦ-тің қақпасын қорғап жатырған волейболдағы құраманың ойыншысы ТЭЦ-тің Ізмұратов Әліби екендігін айта кетейік. Сонымен қатар волейболдағы негізгі ойыншылардың бірі Оңғар Дәулетбек те осы футболда өнер көрсетуде. Осы 3 ойыншы Ақтөбе ТЭЦ-тің футболда да, волейболда да басты ойыншылары болып отыр. Әрине футболдан негізгі ойыншылар деп Сергей Лисенков пен Анас Төреғалиевті айтпаса болмайды. Фол тіркелген екен. Фолдар саны бойынша 2-1. Кегок көбірек ойын тәртібін бұзған. Артта Лисенков сияқты ұзын бойлы қорғаушы тұрғанда жоғарымен асыру қаншалықты дұрыс? Ойын тәртібі бұзылмаған. ТЭЦ ойыншылары болса пенальти сұрауда. Ержанов Абзал доп тартып алды. Тамерлан Сапарғалиев. Керемет пас Азамат Байдәулетовке, және Азамат сәл асығыстық танытты. Әр жағында оң қапталда қақпаның бұрышына өзінің командаласы келе жатқан еді. Есепте алға шығатын керемет мүмкіндіктен айырылып қалды Кегок. Ал енді футболда сен соқпасаң саған соғады деген жазылмаған заң бар. Осы заң орын алып кету мүмкін. Досжан Бақитов. Доп ТЭЦ-те.
Досжан Бахитов. Доп кегоктан кетті, негізінде төреші қателесіп өтқан сияқты біздің ойымызша. Анасы да келіспей жатыр төрешімен. Азамат Байдәулетов. Және Ержанов Абзал. Дубль автор атанғысы келіп жүр. Абзалға қазір анасы жауы керек. Екі ойыншы бірдей Лисенков жауып тұр. Байдәулет соққы болар ма екен? Соққы болмады. Оңғар Дәулетбек. Ойын тәртібі бұзылған сияқты еді. Төреші үнсіз. Оңғар Дәулетбек. Бахитов. Және доп Досжанның өзінен кетті. Азамат Байдәулетов. Төремұрат Аскербекұлының жойқын соққысы. Қақпашы Әліби өте керемет сейв. Және Лисенков. Лисенковқа Азамат Байдәулетов. Барынша қарсылық танытып, ақыры қақпаға теккізген жоқ. Және автоголдың иісі шығып кетті мына жақта. Төбедегі жарық шамдарда сынып қалмаса болар. Анас Төреғалиев. Абзалды алдағысы келіп тұр. Азамат Байдәулетов. Азаматтың басынан аутқа кетті доп. Досжан Бахитов. Лисенков соққы жасақсы келіп шірене тартып еді. Қақпашы сейв. Соңғы минутта қақпашылар керемет сейв жасауда. Досжан Бахитов, неге ұзақ ойланып тұрсың Досжан? Ойыншылары ауыттан допты ойынға қосады. Анас. Доп тетісте қалу керек. Матч сәл саябырсыған сияқты. Осы сәтті пайдаланып турнир кестесіне көз жүгіртіп жіберейік. Бірақ командалар оны айтуға мүмкіндік бермей жатыр. Сәл ғана саябырсса қайтадан жойқын матч, жойқын тартысты ойындар басталып кетуде. Оңғар Дәулетбек, Лисенков. Доп тетісте сақталады. Дәл қазір турнир кестесінің көшін бастап тұрған Энергосистема командасы 4 ойында 4 жеңіс. Және керемет шабуыл Абзал. Өзінің аяғына бір аяғы екіншісіне кедергі жасап жүр. Допты ұзатып алып. Керемет мүмкіндік еді. Қазір осының барлығының зардабын шегіп қалмаңыздар. Қанша мүмкіндікті соқпай жатыр. Сөзіміз жалғастырайық. Энергосистема 4 матчтан кейін 4 жеңіспен 12 паймен турнирлік кестенің көшін бастап тұр. 100% көрсеткіш. Және Ержанов Абзал. Керемет мүмкіндік және гол! Кегок командасы есепте алға шықты. Гол авторы Азамат Байдәулетов. Есеп 2-1.
Ержанов Абзал мен Азамат Байдәулетовтың жұптасқан шабуылы голмен аяқталды. Азамат Байдәулетов тынымсыз прессингтің соңына дейін ойнағанның арқасында гол соқып кете алды. Және бұл голда Ержанов Абзалдың еңбегі зор екендігін айтып кету керек. Соңына дейін ойнаған. Егерде бұл матчта Кигок жеңіске жетсе, бұл жеңісті Ержанов Абзалдың атымен атай беруге болатын сияқты. Реш Мәди. Не істедің? Анастың пасы сәл қиыстау. Рустам Дүйсенов шығарып тастады. 40-қа жуық көрермен қарап отыр екен. Жанкүйерлер, қай команданың жанкүйерлері көбірек екен? Жазып отырыңыздар. Біліп отырайық. Фолдар саны бойынша әлде 2-1. Қос командаға да алаңдамай 1-2 фол жасап тастауға болады әлі. Досжан Лесенков бір орында тұр, пас алмас. Дәл қазір оның керегі жоқ. Бұларға Тецке гол керек. Сондықтан алға қарай жүру керек. Керемет пас. Лесенков допты сәл ұзатып алды. Әзірше Кигок ойыншылары зырғанау керек бұл жерде. Зырғанады да. Әлби сақтады, ертерек пас беру керек. Досжан Бахитов солға талды. Лесенков және Жанболат Алданазаров. Бұндай мүмкіндікті жіберу алу бос қақпа. Осымен матчтың бірінші тайм аяқталды. Есеп 2-1. Кигок командасы алда келеді. Матч қандай тартысты болып жатқандығын көріп жатқан шығарсыздар. Ержанов Абзал және Азамат Байдәулетовтың голдарынан кейін Кигок есепте алды. Ал Ақтөбе ТЭЦ сапындағы жалғыз голды, әзірше жалғыз голды Анас Төреғалиев соқты. 5 минуттық үзілістен кейін қайта жолығатын боламыз ағайын. Бүгін 2 матч, сосын среда 2 матч да? 4 матч қалды ғой да? Сразу арқан тартып екен среда күні, содан кейін да. Жетмен соқты olsun. Я выключу. Нужно бегать, да? Топ дома, поле квадрат. Соперник, главный соперник тебе получает тут? Она волейбол, да. Дальше волейбол, дальше волейбол. Поэтому бегай, считай там. Лишенштайн был. Құрмет жанкүйерлер, матчтың екінші таймы басталуға дайын. Есеп әзірше 2-1. Бірінші таймның нәтижесі бойынша алда Кигок командасы. Ақтөбе ТЭЦ әзірше 1-2 есебімен жеңілуде. Лесенков, Алданазаров.
Анасқа қарсы Байдәулетов ойын тәртібін бұзды, сары қағаз алатын сияқты. Сары қағаз көрсетті. Сары қағаз көрсететін уақыт болғанда сияқты Байдәулетов. Есеп 2-1 ағайын. Кегок жеңіске жетуде әзірше. Анас, Жанболат. Доп Кегокта қалу керек. Және қақпашыға екінші пас. Футзал ережесі бойынша қақпашыға қатарынан 2 пас беруге болмайды. Қарсыластың аяғына доп тимейінше. Және соның кесірінен қазір еркін соққы, яғни свободный удар тіркелетін болады. Ақұдай деген жанкүйеріміз ниче болады деп жазыпты. Көреміз. Кімде қандай ой бар? Жайлап экран ар жағынан бәстесе берсеңіздер де болады бір-біріңізбен. Жақсы комбинация және бильярдтың тілімен айтқанда дуплет орын алды. Қос қақпаның бағанына, қақпаның қос бағанына тиді доп. Сантиметрлер ғана құтқарып қалды Ақтөбе ТЭЦ-ті келесі бір голдан. Анас. Рустам Дүйсенов жақсы қорғануда. Кегок командасының қорғаныстары мығым әзірше. Бір гол жібер алғандар болмаса. Ержанов Абзал. Тамерлан Сапарғалиев. Жақсы бір дүние жасап еді. Абзал түсінбей қалды оны. Анас Лисенков. Және 2-1 шабуыл. Бірден соққы жасау керек. Неге бірден жасамадың, Рустам Дүйсенов? Бір гол соққанда есеп 3-1 болып, біраз жеңілдеп қалатын еді. Лисенковтың әдеби сөздерін естіп жатқан шығарсыздар. Әдеби дегенде әрине тырнақшамен айтып тұрмын. Ашуға булыққан Лисенков сәл дөрекі сөздерді қолданып жатыр. Лисенков артында Тамерлан Сапарғалиев. Жанболат асықтың баста. Абзал сәл байқамай қалды допты. Лисенков. Керемет бас және өз соққы жасады жақын бұрышқа. Ержанов Абзал 2-1 шабуыл. Төремұрат және гол! 2-1
Есеп осылайша 3-1 Төремұрат Әскербекұлы Кегоктың 3-ші голын соқты. 2 гол айырмашылығымен алға шығып алды. Енді жеңіске бір емес 2 табан жақындап тұр десек те болады. Ержанов Абзал демалысқа шықты, орнына Реш Мәди алаңға кірді. Абзал ассистент атанды. Осылайша Абзал Кегоктың соғылған 3 голына да қатысы бар. Бірінші голды өзі соқты. Ал екінші, үшінші голдарда ассист егер атанды. Яғни екінші голда Азамат Байдәулетовке пас берсе, голдық пас. Үшінші голда Төремұрат Әскербекұлына пас берді. Дәл қазір Ержанов Абзал Кегоктың 100% көрсеткішпен келе жатырған ең пайдалы ойыншысы болып тұр дәл осы матчта. Лисенков пен Анас. Лисенковтың пасын Төремұрат оқып қойды. Және Оңғар Дәулетбек допты шығарып тастады. Төремұрат Әскербекұлы. Лисенков сәл тартып ала алмай қалды. Лисенков кезінде қандай еді? Деп жазып жатыр. Қазірде осал емес Лисенков. 91 жылы дүниеге келген Сергей Лисенков. Дәл қазір 34 жаста. Әлі де атар оқтары бар ойыншы. Әлі де айтары бар. Ақтөбе әуесқой футбол лигасында Суперлига сапында ойнап жүр. Жасына қарамастан, соған қарағанда әлі де ойыншының ойын деңгейі, ойын сапасы азайды деп айта алмаймыз. Лит Энерджи деген команданың сапында ойнауда. Ақтөбе ТЭЦ 5 ойыншымен шабуылға көшті. Және дұрыс қадам. Себебі ерте 5 ойыншымен шыққан себептері 3-1 есебімен жеңілуде 2 голмен. Сондықтан тез арада ең құрғанда 1 голды. 1 гол айырмасын қысқартып қою керек. Ал ана жақта Жанболат Алданазаровтың аяғынан тепкен екен Азамат Байдәулетов. Байдәулетов өзі де аяғын сылтып басуда. Өзі де аяғын ауыртып алған шығар. Ал нүктеде Лисенков, Анас және Оңғар Дәулетбек үшеуі тұр. Лисенков тебетін шығар шамасы. Және қиыс кетті. Осымен екінші айып соққысын қиыс теуіп отыр Лисенков. Мейірбеке апай, алаңда не істеп жүрсіз? Қазір құлақ қалсаңыз, керісінше сізге көмек көрсететін дәрігер таппай қаламыз ғой. Жанболат Алданазаров
Доптан айырып қалайын деп тұрған сияқты, айырылмай тұрғанда бере салсаң жақсы болады. Анас. Лисенков, Анас. Анастың өзінің керемет соққысы, қақпашы тіреп үлгерді. Осындай соққыларды жиірек жасау керек. Лисенков. Және керемет пас. Және Лисенков. Қапас дәл жетпей қалды. Өте жақсы шабуыл орын алған сияқты еді. Лисенков қақпашының рөлін атқаруда. Бұрыштама. Лисенковтың бір шірене тартатыны бар еді. Лисенков. Досжан. Керемет пас алмасуда, алайда пас алмасудың өзі аздық етеді. Гол керек. Анас, не болды бұл? Киго қақпашысы да уақыт созудың амалдарын жасауда. Бауын өзі шешіп қайтып байлап отқан сияқты. Анас. Доп Кигокта. Төремұрат Әскербекұлы. Рустамға қалдырды, доп қозғалып кетті. Лисенков. Анас сол қапталда. Анасқа қарсы Абзал. Лисенков қасырды. Оңға Дәулетбек добын ұзатып алма. Анас осымен екінші рет пас қиыс. Досжан Бақиды доп тартып алды, алайда соққы жасауға жетпеді. Досжан екеулеп жүріп допқа таласты. Лисенковтың соққысы. Доп әлде Ақтөбе ТЭЦ-дің ойыншыларында. Анас ашық бер жақта. Қолына тимеген екен. Бұндайға пенальти бермейді. Яғни қол денесіне жақын тұр. Анас. Лисенков. Және гол! Оңғар Дәулетбек. Оңғар Дәулетбек. ТЭЦ командасының екінші голын соқты. Есеп 2-3. Дәулетбек Оңғар осылайша есеп айырмасын қысқартып отыр. Ал матчтың аяқталуына 5 минут уақыт қалған екен. Аслан Қонарбайдың айтуы бойынша ойындағы бас төреші 5 минутта
5 бірдей гол соғып тастауға болады жалпы футзалда. Сондықтан бұл 5 минут өте қызықты болайын деп тұр. Нағыз қызық енді басталайын деп тұр. 38 жанкүйер қарап отыр екен. Осыны 50-ге жеткізіп тастасақ, достарыңызға, командаларыңызға жіберіңіздер. Сілтемесін тікелей эфирдің 5 минуттық қызықтан құр қалып қалмасын. Кегоктың қорғанысы сыр берді 5 минут қалғанда. Бірақ әлі де алда 3-2 есебімен. Алтец болса 5 ойыншымен шабуылдарын жалғастыруда. Анас өз соққы жасады, жойқын соққы, бірақ қақпашы сейв жасады. Жанболат доп тоқтата алмай қалды. Жанболатқа сәл жылдамырақ ойнау керек. Кего ойыншылары асықпай бастауда жөніне тұрған сеткаға сүрінуде. Және аут. Ақтөбе тесте енді. Ал Тамерлан Сапарғалиевке өте әділ сарғағаз. Қарсыласының алдынан допты теуіп әкетті. Және Лисенков өзі соққы жасайтын жер еді ғой. Неге. Өте ұсақ ойнауда. Есеп 3-2 алда Кегок. Досжан Бахидов. Лисенков өзі бұрышламадан бастауда допта. Анас. Анасқа сары қағаз көрсетеді. Тіпті сәл болмағанда қызыл қағазға да тартық болатын еді. Себебі қақпа бос. Алдасам деп, артық қылам деп өзі тартық қылып алды. Азамат Байдәулет. Анастың жаңағы сәтке қатысты төрешмен қарсыласатын негізі жоқ. Тіпті қызыл қағаз болмай сары қағаз алғанына қуану керек. Лисенков. Лисенков соққы болар ма? Және Азамат Байдәулетовтен кетті. Матчтың аяқталуына 3 минуттай уақыт қалды. Лисенков. Керемет тартты және Оңғар Дәулетбек. 2-1 ойыншыдан тартып алған еді, керемет. Оңғар Дәулетбек өте керемет ойнап тұр қазір. Сапалы ойыншы болып тұр тесттің сапындағы. Және Анас шама келсе Оңғар Дәулетбекке көбірек текпізу керек, себебі Дәулетбектің ойыны жүріп тұрған сияқты. Доп аутқа шығып кетті. Дәулетбек мақтаған қыз. Мақтаған қыз болып кетті. Әлі уақыт бар. 2 минуттай уақыт бар. Және Досжан Бахидов доптан айылып қалды. Ойын тәртібі бұзылмаған ешқандай да. Отложенный фол беріледі қазір. Және Досжан пас неге дәл емес. Неге Лисенковқа бермеске, қақпаның түбінде тұрған. Минуттан сәл астам уақыт қалған сияқты. Ойша санауым бойынша Байдәулетовтың соққысы қақпаның бағанынан қайтты. Лисенков неге асықпайсың? Отып жатқан команда ұқсап жүрсің ғой. Әр секунд маңызды. Досжан. Кегі ойыншылар дұрыс қорғанып жатқан жоқ жалпы. Бір ойыншыға 2-1 ойыншы атылып жатыр. Бірақ осыны тетс деп пайдаланып жатқан жоқ. Аслан қанша?
Ау. Қанша? Дәулетбек оңғар соққа қайда. Бірінші мүмкіндіктен теу керек еді. Және Тец есеп теңестіріп кетті. Жанболат Алданазаров есеп теңестірді ақыры. Сәл секундтар жетпей қалды. Лисенковқа қарсы ойын тәртібі бұзылды бұл жерде. Оңғар Дәулетбек. Соңғы секундтар матчтың. Досжан. Және бұрыштама. Қақпаның бағана кешірім сұраймыз. Не деген матч мынау? Ойын тәртібі бұзылды. Бұл жерде сары қағаз, тіпті қызыл қағаз болуы мүмкін. Досжан Бақитовке қызыл қағаз көрсетті. Айттым ғой неше болады дейді Ақұдай. Ақұдайдың болжамдары жүріп тұр екен қазір. Бірақ сәл күтейік, соңғы секундта Кегок есепті теңестіріп, есепте алға шығып кетуі мүмкін. Егер осы сәтте салмаса, ойын бітеді. Және матч аяқталды. Есеп 3-3. Кегок командасы соңғы секундтарда гол жіберіп қойды. 2,5 больше болады деп ойлағанмын дейді Мират. Осылайша қос команда бір-бір ұпайдан алды. Ал Кегоктың қосыны бір-бірімен дауласуда. Келесі матч Энергосистема және Ақтөбе Су.